Ассаляму-алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында керемет тек құлпынайдан смузи жасайтын боламыз. Менімен бірге болып каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен бананымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Сыртын осылай алып тастайсыздар да бөліктерге бөліп, бір банан жеткілікті. Яғни осы смузидан 0,5 яғни жарты литр жаңағыдай смузи аласыздар, осы рецептпен жасасаңыздар. Бір банан жеткілікті. Енді құлпынайымызды жақсылап жудық. Жуып біткеннен кейін оны бөліктерге бөлеміз. Егер сіздерде үйлеріңізде блендердің өзінің ыдысы болатын болса, бірден соған салсаңыздар болады. Менде осындай ыдыс бар екен, осыған салып, осыда езетін боламын. Бананымызды салдық, құлпынайды салдық, тоңазытқышта осылай жаңағындай мұздатқышта мен лед қатырып қойған мұз, яғни қаласаңыздар қоспай қойсаңыздар болады. Егер балаларға беретін болсаңыздар, тамағы ауырып қалады десеңіздер. Сүт құйдым және клубничный сироп құйдым. Сиропты кез келген дүкендерден алсаңыздар болады. Егер жоқ болса қоспай қойыңыздар. Енді осыны бір келкі болғанша жақсылап езіп аламыз. Бірдей болғанша жақсылап езіңіздер. Міне езілді. Енді осыны ыдысымызға құйып іше береміз. Үй жағдайында керемет болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне қалауларыңша осылай сәндеп, әрлеп берсеңіздер болады. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жағынан адамға тойымдылау, бір жағынан өте пайдалы, жеңіл. Сондықтан ас болсын, жасап көреміз.